Сен жыладың, жігітім, көп көрдім деп тұрмыстың тапшылығын, қайтпады деп, жұртқа еткен жақсылығым. Сен жыладың, бір қатты соққы алдым деп, бақытсыз болып қалдым деп. Жә, жарар, өткен күн оралар ма, қарау керек бауырым. Саған алға, басындағы бөрік пе, орамал ма? Көтер кәне басыңды, қалай бұным? Мұз боп, еріп кеткен бе бар айбыным? Көтер кәне басыңды, күніңді босқа өткізіп бедің? Тағдыр неге сыр айтты, сырау, өмірдің барлық сәтсіздіктерін бақытсыздық деп кім айтты саған? Кім айтты саған? Тұлпарды сүрінбейді деп, асауды мінілмейді деп, ақ көйлек кірілмейді деп, қара ешкі, мүжіген ағаш қайтадан гүлдемейді деп. Кім айтты саған? Жұрттың бәрі мейірбан, арайлы деп, жұрттың бәрі шындықты қалайды деп, биікті ардақтайды, асылды қорлайтпайды деп. Қиналып бекер алаңдауындау, ойыңды шығар өріске, өзіңа қайтшы, ғаламда мынау, жетудің бәрі жеңіс пе? Жігітке арман жеткізіп пе еді? Өз сорың өзі женбесе, өмірдің барлық сәтсіздіктері бақытсыздық емес ендеше. Мұхтар Шахановтың осындай керемет шумақтары бар екен. Армысыздар, ассалаумағалейкум, құрметті достар, құрметті тыңдарман. Сіздермен бірге бүгін біз өзін-өзі бағалау жайлы тақырыпты өтеміз. Біз өзімізді қалай бағалайтынымыз туралы қаншалықты жиі ойланамыз? Біздің өзін-өзі бағалау өмірімізге, қарым-қатынасымызға қалай әсер етеді? Ішкі әлеміміздің осы қызықты аспектісін бірге зерттейік. Біріншіден, өзін-өзі бағалаудың не екенін және ол біздің өмірімізде неліктен маңызды рөл атқаратынын түсініп алайық. Өзін-өзі бағалау бұл өз сезімдерімізге, бағалауларымызға және тәжірибемізге негізделген өзіміз туралы жасайтын бейне. Бұл ұғым тек өз ішінде қалыптаспайды. Біздің мінез құлқымызға, қарым-қатынасымызға және жеке дамуымызға әсер етеді екен. Біздің өзін-өзі бағалауды қандай факторлар анықтайды және ол өмір бойы қалай қалыптасады? Біз өзіміздің ойымыздың маңызды рөл атқаратынын түсінген кезде біз келесі сұрақты қоямыз. Өзін-өзі бағалау біздің мінез құлқымызға қалай әсер етеді? Біздің мансаптық шешімдерімізден бастап адамдар арасындағы қарым-қатынасқа дейін өзін-өзің бағалау өміріміздің барлық аспектілеріне әсер етеді. Он немесе теріс өзін-өзі бағалау біздің мінез құлқымыз бен шешімдерімізге қалай әсер ететіні туралы нақты мысалдарды қарастырайық. Енді біз өзін-өзің бағалаудың маңыздылығын түсінгеннен кейін сұрақ туындайды. Біз өзімізді қалай жағымды қалыпта дамыта аламыз? Өзіңіз туралы жағымды сенімдерді дамытудан бастап, стрессті басқаруға және жеке мақсаттарға жетуге дейін ішкі өзімізді нығайтуға көмектесетін практикалық қадамдарды қарастырайық. Өзін-өзі бағалау біздің адамдар арасындағы қарым-қатынасымызға да әсер етеді. Өзімізге деген көзқарасымыз басқаларды қалай қабылдауымызға және басқалармен қалай әрекеттесімізге қалай әсер етеді? Өзін-өзі бағалаудың сау және күшті қарым-қатынасқа қалай ықпал ететінін және өзін-өзі қалай теріс әсер ететінін талқылайық. Сыйластық, үйлесімді қарым-қатынасқа кедергі болуы мүмкін. Қорытындылай келе, енді өзін-өзі бағалау біздің өміріміздің барлық аспектілеріне әсер ететін ішкі әлеміміздің ажырамас бөлігі. Өмірде өзін-өзі бағалау сезімін сынайтын жағдайлар сөзсіз туындайды. Келсесіз деп ойлаймын. Қандай қиындықтар туындауы мүмкін және ішкі әл уақытымызды нашарлауына жол бермеу үшін оларды қалай жеңуге болады? Жағдайды қайта ойлай білу маңызды. Бұл біздің өзімізге деген сенімді қарым-қатынасымызға нұқсан келтіру және оларды енді жеке өсу мүмкіндігі ретінде пайдалану мүмкін. Өзін-өзі бағалау тек адамның өзін психикалық қабылдаумен ғана шектелмейді. Эмоциялар біздің өзін-өзі бағалау сезіміне қалай әсер етеді? Өзімізді бағалауды қалыптастыруда эмоциялар қандай рөл атқаратынын
және біз оған эмоционалдық реакцияларды қалай басқаруға болатынын қарастырайық. Ішкі күйімізді және өзімізге деген көзқарасымызды жақсартамыз. Өзіңізді жанашырлық, өзіңізді дұрыс бағалауда шешуші рөл атқарады. Әлсіздіктер мен қателіктер кезінде өзімізге мейірімді және жанашырлық таныту қабілетін қалай дамыта аламыз? Неліктен өзіңізді жанашырлық біздің ішкі құрылымымыздың негізгі элементі және бұл біздің психологиялық тұрақтылығымызды нығайтуға қалай көмектеседі? Әрине, жиі адамдар өздерін қинайды. Өздерін қинаған қаламаса да, енді басқаларға сай келуге тырысады. Бүгін біз қалай өмір сүреміз? Біреу қалай ойлап қалады? Біреу қалай енді қарап қалады? Енді біз жиі адамдар енді өзінің өмірін емес, айналадағы өмірлерімен өмір сүреді. Басқаларға сай келгісі келеді. Басқалардың ойларына сай. Ал олар сіздің ойыңызға сай келгісі келеді. Бұның бәрі не үшін деймін да? Не үшін? Сіз өзіңіздің өмірін сүріп жатса, или біреудің өмірін ба? Біз біреудің ойымен өмір сүреміз. Рас, ол басқалардың ойларымен сөйлесеміз, басқалардың ойларымен қарым-қатынасымызды құраймыз. Жиі адамдар енді бір киімді өздері кигісі келсе де, бірақ оны кимейді. Басқалар не ойлап қалады деп. Бірде есімде енді жастайымда, бір 17-18 жасымда ғой деймін. Бір енді футболка ұнап қалды маған. Бірақ кішкене ерекше футболкада енді екінің бірі кие бермейтіндей. Жағасы енді қолы қысқа өте. Алдында бір мультиктен алынған бір не сурет па сондай. Нақты есімде жоқ. Әйтеуір бәрі кие беретін киім емес па айтқанда. Сонымен бір танысымнан сұраймын да, танысымнан. Мына футболка қалай, білмейміз, ойлап тұрмын, кисем ба, кимесем ба деймін да. Басқалар қалай ойлайды деп. Ол маған бір керемет кеңес берді. Әлі күнге шейін сол кеңес есімде. Осы футболканы мен үстінен көрдің да сен. Мен киіп жүргенімді көрдің. Сен қалай қарайтын едің дейді да. Мен қалай қараймын? Мен киді енді. Футболка киді, үстінде киімі бар енді. Енді бір болады енді. Қатты керемет болмаса да енді болады дегендей. Сол секілді енді өзім бір нәрсе істегім келсе, мен басқалар жайлы ойламаймын. Қалай ойлайды деп. Мен өзім істеген нәрсені басқа біреу істесе, мен оған қалай қараймын? Солай қараймын да. Сондықтан көзқарасымызды өзгертуіміз керек. Пікірімізді, ойымызды, өзімізді бағалауымыз керек, достар. Өзіңізді бағаламасаңыз, ешкім бағаламайды. Бар адамдар, бүгін туыстарымыз, жақындарымыз, достарымыз бізді бағалап, біздің құрметтеп енді. Біздің кішкене енді менмендік емес, қалай айтса болады. Ішкі енді өзіміздің тұрақтылығымызды көтереді да. Бірақ адамдар кей кезде менмендіктері көтеріліп кетеді да, біреулерден жоғары санап өздерін қарым-қатынастарын бұзып жібереді. Әсіресе жұмыс бабында дәрежесі көтерілсе, айналадағыларын енді алыстатып жібереді. Бәрінің шегі болу керек. Өздеріңізді ұмытпаңыздар, дұрыс киініңіздер, дұрыс ойлаңыздар. Кей кезде айналаңызға аса мән беру қажет жоқ, достар. Сондықтан әр нәрсені дұрыс шешім қабылдап, дұрыс ойланып, асықпау керек. Сізге әрине бұл жағдайда Құдай көмектеседі. Алла тағала бәрімізді жаратты, ол бәрін біледі. Біз әрдайым тек қана оны Құдайға шүкір деп ауызбен ғана айтпай емес, енді біз ниетіміз бар деп, жүрегімізде сенім бар деп сөзбен айтпай, оны ісімізбен де біреуге емес Құдайға білдірейік. Жиі айтатын ата-анам, біреу көрмесе де Құдай көріп тұр деп. Құдай көріп тұр деген сөз бар ғой енді. Сондықтан Құдай бізді көріп тұр, әрдайым біледі, естиді. Тілегімізді оған айтсақ, ол бізді естіп, көмектесуге дайын. Сондықтан, достар, сұрақтарыңыз болса, біздің бейнежазбаның бетіндегі WhatsApp нөмірімізге хабарласыңыз. Бейнежазбаның астында сілтеме бар WhatsApp-қа. Және де alkitab.media деген сілтеме бар. Қосымша ақпарат содан алсаңыздар болады. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Бағалы уақытыңызды, 10 минутыңызды бөлгеніңізге рахмет. Тағы да қосымша бейнежазбаларды көргілеріңіз келсе, біздің бағдарламада басқа да денсаулық жайлы және де енді бүгін shorts, reels дейді ғой, сол секілді видеолар бар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, комментарий қойды, және де ең бастысы тіркелуді. Бұл бізге үлкен қолдау болады. Сау болыңыздар.